титовқа осылай мен сөйлеп жатқан видеоларымның астына біреулер бүйтіп жазып жатыр екен да. Әр еркектен бір туып деп та. Сол сөзге бүйтіп қарап қалдым да. Әр еркектен бір туып дегенді қандай адамға айтады біріншіден әр еркектен бір туып алды деген сөзді егерде ол ер адамды сенің туыс тумаласың ешкім білмесе, егерде ол ер адамды сен даладан тауып алып оны ешкім танымайды, бірақ сен жаңағыдай екіқабатсың, туып алдың, ешкім білмейді оның әкесі кім екенін, сол кезде әр еркектен бір туып алыпты деген әңгіме айтады. Ал енді мына жақта енді менің случайымда әр еркектен бір туып алды деген вообще келіспейтін сияқты. Бірінші күйеуімді ел жұрттың бәрі біледі. Бірінші күйеуім әке шешемнің алдынан келіп, біткен батасын беріп, әке шешем үйден шай ішіп, бетім ашылып, тойым болып, кәдімгідей бүкіл қазақтың жөн жоралғысына сай шықтық. Араға уақыт салып, ендігі бұйырса енді уже ай күнім жетіп отыр ғой. Екіншісінде өздерің көздеріңмен көрдіңдер, бүкіл тикток инстаграмда тұр. Мысалға әлі күнге дейін видеолар жатыр екен, әрбір жақта да сырғасы салынып, кәкіштек кәдімгідей әке шешемнің алдынан келіп, өтіп, құда түсіп, той жөн жоралғысы жасалып тұрмысқа шықтым. Сонда бұл жерде қалай маған әр ер адамнан бір туып деген әңгіме кетеді. Қазір енді мен түнімен айтолғағым ұстап, түнімен ауырсынам, мен сөздің ашы. Түнімен ауырып, ішім тартып сөйтетін боласың. Түнде қоза ма бірдеңе осы, аурудың бәрі түнде қоза дайын. Толғақта сондай сияқты. Түнде қозатын болғасын ба, таңғы 8:30-ға жатып 9-да зор ұйықтадым. Жаңа енді тек құлап жатырмын ұйықтап. Ұйқыдан тұрып алдым. Бүгін құдашы үйінде қонаққа шақырып еді. Онымен Гүлдара хатун босамайды ол өмірі. Сөйтіп атмен алып ертеңге қапты. Ертең баратын шығармыз деп тұрмын енді. Бүгін түнде кетіп қалмасам. Күнде әйтеуір бүгін кетіп отырған сияқты болам, бірақ кетпей қала берем да. Күнде ұйықтап қала берем, ұйқыдан тұрсам әлі ішіммен жүр екем да. Кеше ғана суға түскем негізді, бірақ шашым деген уже майланып отыр екен. Тез майланып кететін болыпты. Бұрын вообще майланбайтын еді мен шашым деген. Гормоны, кажется. Сосын ысылай берем. Терлеп, тепшіп кәдімгідей. Осы өзіммен. Үйдеміз ұйқыдан тұрып алып, әрлі-берлі жүрмін. Ана қайдан білген құрсын, пробкам түскенге. Мәу ұш, туамау деп едім. Чута хабар жоқ. Пробкам түсті де. Давай кетіп қалған ғой. Мәш деп. Күнде-түнде айтылғақ ұстайды, оған да үйрендік. Айтылғаққа да. Өз жүріп шын толығы сезбей қатшарым. Біреулер жазып кетті. 5 сантиметр, 7 сантиметр ашылып тұрғанын сезбей қалыппын айтылғақтың кесірінен деп. Қысқа ертең сөйтіп атпайды. Қазіргі уайым сол болып жүр. Так, қатты жақсы көремін, аман болыңыз дейді. Бұл сөзіңізге түсінді, бірақ мына смайликке түсінген жоқпын. Деген ба, қалай ол сонда ол? Мына тіл не үшін мына тіл? Қасқа. Тіл көзден аман болыңыз. Мама, сендер милар. Мен әшіп ойлап отырмын, жындым, жалағанды жүріп отырмын деп қасқа. Тіл көзден аман болыңыз деген екен. Ол жақсы көремін, сізді сүйдім деген. Иә. Өзім туалмай әлек болып атсам, жұрттың сұрағын қара. Салта енді жігітпен ара қатынас құру ойыңызда бар ма дейді. Жігітпен отношениеңіз қандай болады дейді. Чанам, жігіттің жы деген әрпін естігім келіп тұрған жоқ біріншіден. Екіншіден, аман есен жаным қалып, осы баламды дүниеге алып келсем, сол 40 күн күтініп, балам қасында одан кейін де болам ғой, енді құрсындасып кетіп қалып жатқан ештеңем жоқ қой. Баламның қасында жанында болсам, содан кейін жайлап пландарым бар, өзімнің алға қойған мақсат деп айтамыз ғой, енді армандар деген сияқты. Армансыз адам бұлбұлсыз орман дейді ғой негізі. 30-ға келсем де 40-қа келсем де сол арманымды орындамай кетпейді шығар мен қасқа. Сол арманым бар деген сияқты, сол пландарымды орындасам, вообще бар ғой, жігіт деген аузы күйген үрлеп жетіп болды мен осы олар айналайын сау болыңдар, ақ патшалар, өркендерің өсіп жайыла берсін жапырақтарың болып. Сегенде сүртесің ба көтіңді дейді. Жоқ, сүртпеймін, тұрамда бейіп сілкініп аланда киіп алып кете берем. Замуж не выйду, говорите, но мужик-то нужен рядом, как быть дейді. Ой,
дорогуша, айналайын, Нагимуша деген подписчигім екен жазып отқан. Но сейчас без мужика жить лучше стало. Сейчас с мужиком жить плохо. Если с мужиком жить плохо, зачем мне он? Я и сама могу пожить плохо, да? Лучше без мужика плохо, чем с мужиком плохо, да? Разницу чувствуешь, да? Что хочешь одевать будешь, что хочешь надевать будешь, куда хочешь идти, пойти, гулять, сулять будешь, да? И нервы на месте, душа спокойна, да? Зачем возиться туда-сюда? С мужиком должно быть хорошо, а если с мужиком плохо, я и сама могу пожить плохо. Эй, қасқа. Салат, да? Қырсынқа, осыған сөйлейсің де, тісің шіріп жатыр, шіріп жатқан жоқ, салат екен. Нормально?